Usaq deйтін сөзге қарама-қара сөз. Ірі емес па? Usaq, ірі. Так, келесі жыл мезгілі. Жыл мезгілі. Ой, молодец келе ғой, көктем жазамын. Көп мезгіл, балалар мен айды ата деп тұрған жоқ, жыл мезгілі. Көктем, не қарайсыз, көктем. Жақсы. Сонымен ортасында қандай сөз шықты? Сын есім. Жақсы. Олай болса, 61-ші бетте көрдік қой сын есім деген нені? Жақсы. Ал енді сын есім туралы түсіндіріп кетейін, тақтаға қараймыз. Сын есім ережесімен танысып алайық. Сын есім заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз қабы. Сұрақтары қандай? Мысалы, қандай? Әдемі, жасыл, көрікті. Жалпы қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер болса, бұл сын есім болады бізде. Мысалы, біздің мектептің іші үлкен. Солай ма? Қайда сын есім? Үлкен дұрыс айтасың. Жақсы. Күннің жарын жазып қоя балалар? Онда әдемі дейтін сөзді жазып шығайын, толтырып, әдемірек. Әдемі. Сұрақ қояқшы. Қандай әдемі дұрыс айтасың? Әдемі. Толтырып шығамыз, әдемірек жазып шығыңдар. Тек бір жолға ғана. Тек класс жұмыстайын әдемі деп жазып шығыңдар. Жазып толтырып шығасың. Әдемі деп жазып. Жамбыл ата екенсіз ғой, кесіріңіз мен бір бұтағын кесіп жатыр едім деді жігіт. Жамбыл ата, ал жігіттің жөніңді айтшы, бұл Шүйінбай атаны екен ағасы екенін білемісің деді. Білемін, Зәки, біз ауылымыз болып, бұл мәуілі ағаштың қасиетті тұтамыз, қураған бұтағын кесіп тастаймыз. Күн ыстықта осы ағаштың көлеңкесінде демаламыз деді жігіт. Жақсы. Балалар, мәтінде кім туралы? Кім адамдарды айтты? Жамбыл. Содан кейін тағы біреуді айтты. Сүйінбай.
deb saylasizlar. Balдар, taqtaq qarab qo'yinglar. Jambul Jabayev. Biz buni adabiyot sabaqlarida o'tib жатырсызlar. Jambul Jabayev kim ekan? Қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, жырау, жыршы, солай ма? Ал Сүйінбай дейтін кім? Сүйінбай Аронұлы. Әйгілі ақын айтыс өнерінің майталманы, яғни айтыскер. Жақсы. Олай болса, сіздерге айтады, мәтінді қараңдар. Мәтіннен сын есімдерді тауып, оларға сұрақ қойды. Кім айтады мәтіннен? Қасиетті. Дұрыс айтасың. Қасиетті тағы. Ойланамыз. Қарамай. Тағы. Қасиетті сосын. Сау. Ойланамыз. Ойланамыз. Тағы кім айтады? Айта қоямыз. Қасиетті. Ораған. Мәуелі. Мәуелі ағаш дейді. Қандай ағаш? Мәуелі. Жақсы. 45-ші жаттығу деп жазамыз. Әдемі деп жазғаннан кейін бір жол тастап 45-ші жаттығу деп қойдық. Бірінші сөзді кім жазады? Елнұр келу. Үлкен әріптен бастап әдемілеп жаз. Әдемілеп жазамыз. Қасиетті. Қасиетті. Келесі, қандай сөз еді? Меруерт Мило. Қасиетті. Сұрақ қойыңдаршы балалар. Қандай? Қасиетті. Келесі сөз қандай? Мәуелі. Балдар, үйден Сүйінбай және Жамбыл Жабаевты білесіңдер ғой? Бірақ сонда да Жамбыл Жабаев туралы да Сүйінбай Аронұлы туралы да үйден дерек көздерде қараймыз, яғни интернет желісіне. Мәуелі, жақсы. Жазылып па екі сөзді? Тездете қойып. 62-ші бетті аша қойыңдар. 62-ші бетте 46-ші жаттығуды қараңдар. Мәтінді не істеңдер дейді? Көркем жаз дейді. Кім әдемілеп оқып береді? Кәусар дауысын шығарып отырмыш. Сүйінбай Аронұлы ақиық айтыс ақыны. Жасынан жыраулығымен елге танылған. Мұхтар әуезов оны айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған. Жақсы. Кім туралы мәтін? Сүйінбай Аронұлы. Жақсы. Жаза қояйық. Бір жол тастап, 46-ші жаттығу дейміз, бір жол тастап. Әдемі, қатесіз көшіріп жазамыз. Жазып болған оқушы айтсын. Содан кейін ішінен нелерді табамыз? Сын есімдерді табамыз. Дұрыс айтасыздар. Жаза қойыңдар. Әр оқушы өзі жеке жазсын. Балалар, асықпай, отырып алмай, тездетейік. Жылдамдық қосамыз. Сүйінбай Аронұлы, ақиық, айтыс ақыны, жасынан жыраулығымен елге танылған. Мұхтар әуезов оны айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атады. Болған оқушы қаламын көтеріп белгі берсін.
әр оқушы өзінің атына бір сын есімді жалғап айту керек. Мысалы, Елнұр, сенің атың басқа әрпі қандай? Е, солай ма? Еден келетін сын есім айту керек. Мысалы, Ержүрек, Елнұрмын дейді. Сол сияқты әр оқушы өзге дайындап тұрады. Жақсы ма? Кім бастайды? Білмейміз. Кім бастайды? Айлин бастай қойalım. Айлин бастайтын сияқты. Кәусәр бастай қой. Кім бастайды? Тез балалар уақыт жоқ. Әлібек. Енді толық айт. Мен әдемі. Әдемі кім? Адам. Жоқ. Аты кім? Әділбек. Әдемі Әділбек деп айтшы енді айта алам. Әдемі Әділбек. Ой, молодец. Назерке. Тыңдайық, кімнің қандай? Тез. Ой, молодец. Нәзік. Мен нәзікпін. Нәзік Назерке деп айтасың. Ақжол. Қандай? Қандай Ақжолсың? Ақылды Ақжол. Жақсы. Кәусәр. Тез. Айтады, әр оқушы өзінің ойымен айтамын. Қандай Кәусәр? Көңілді Кәусәр деп болады. Жақсы, Айтжан. Тез. Айтамын. Ой, айдай сымбатты Айтжан. Жақсы, Елнұр. Мен Ержүрек. Ержүрек Елнұр. Молодец. Алина. Ақылды Алина. Күшті. Мансұр. Тез. Қандайсың Мансұр сен? Мейірімді Мансұр. Жанел. Мен жақсы Жанелмін. Ой, молодец. Санжар. Айтамын. Қандай Санжарсың? Тез. Сабырлы Санжар. Келесі. Бейбіт айтамын. Қандай Бейбітсің? Батыр Бейбіт. Молодец, Батыр Бейбіт. Есбол. Есбол. Елгезек Есбол деуге болады. Айлин. Ақкөңіл Айлин. Жақсы, Амирлан. Тәртіпті Амирлан. А әрпінен басталатын сын есім айтуың керек. Қандай? Мейірімді. Ақылды. Әбіл Мансұр. Әбіл. Жоқ, өзіңе сын есім айт. Өзіңнің басқы әріпің бар ғой, деген. Қандай Әбіл Мансұрсың? Әділді. Әділ, дұрыс жарайсың. Малика. Мейірімді Малика, молодец. Әбу Бәкір. Әділ Әбу Бәкір. Әділ Әбу Бәкір. Жанерке. Жақсы Жанерке. Ой, молодец, жақсы Жанерке. Мұхаммад. Мықты Мұхаммед. Молодец, мықты. Мерует. Мейірман. Мерует, молодец. Нұрис. Нұрға. Қандай? Нұрға. Нұрлы, Нұрислам. Жақсы. Назым. Нәзік Назым. Шыңғыс. Шыңғыс. Ой, молодец, шыншыл. Сезім. Сұлу сезім. Ой, молодец, сұлу сезім. Енді балалар бәріміз үш шапалақтайық. Жақсы, отыра қойыңдар. Орныңызға отыра қоямыз. Жақсы. Олай болса балалар, топтық жұмыс бергім келіп тұр. Топ артына қарай қойып, тек алдыда отырған оқушылар. Бір топ, екі топ, үш топ, төрт топ, бес топ, алты топ. Топқа берем. Төрт жағына топтағы адамдардың атын жазып қоя қойыңдар. Екінші топ қояды. Үшінші топ. Топтық жұмыс деген бірге жұмыс жасайды. Төртінші топ. Бесінші топ. Алтыншы топ. Сіздерге тапсырма. Берілген сөздерге сұрақ қойып қасына жазамыз. Мысалы, бірінші сөз қандай оқыңдаршы? Қонақ. Жүйрік. Сұрақ қой. Қандай қасына жазамыз?
Сынесің, жазамыз. Қандай сөз табы? Айтсам. Қандай сөз табы? Сынесің, онда сынесің деп жаза қой. Қандай? Қандай? Ақылдасың. Бірге ақылдасамыз. Болған топ қаланы көтере қойсын. Қызықты деп жазбайды. Қандай қызықты? Қандай? Қандай шақырды? Қандай? Не жазды? Газеті алып. Шал.